Бүгін сіздерге күшті бір техниканы айтамын. Миды сендіру деген. Біздің миымыз бір нәрсеге сенетін болса, сол нәрсе біздің өмірімізде бар. Мысалға, біздің миымыз кредитсіз ештеңке бітпейді дейтін болса, шынымен де біздің өмірімізде кредитсіз ештеңке бітпейді. Барлық нәрсені кредитке әкеп тіреп қоямыз. Өйткені не істесеңіз де, не нәрсе қылсаңыз да, ми бүткіл нәрсені жан-жақтан әкеп қойды, сізді прям қинап, кредитсіз ештеңке бітпейді дегенге дайындап қояды бүткіл нәрсені. Өйткені сіздің оған миыңыз сеніп тұр. Ал енді керісінше, кредитсіз бүткіл нәрсені мен наличкаға, нақты ақшаға сатып аламын дейтін болсаңыз, және соны миды сендіретін болсаңыз, және ол да сіздің өміріңізде болады екен. Енді қараңыз, миды сендірудің мынандай техникасы бар. Мен шоқты басып көргем, кәдімгі ыстық шоқты басып көрген бір тренингте. Сол кезде шоқты басқан кезде былай істедік біз, миымызды жасыл шөп деп сендірдік, миды сендірдік. Жаңа қып-қызыл жанып тұрған шоқты көрсекте, біздің миымызды жасыл шөп, мен қазір жасыл шөптің үстінен басып өтем деп сендірдік миымызды. Оны 1 сағат бұрын дайындалдық, прям кәдімгідей қаншама уақыт, қалай жүреміз, қалай айтамыз, барлығын дайындалдық. Одан кейін сол шоқты басатын кезде кәдімгідей жасыл шөп деп шоқты басып өттім. Мен өзім лично өзім басып өттім. Сол кезде менің табаным күйген жоқ. Табаныма жылы, енді шоқ сәл қаттырақ қой, енді жылы, тас сияқты емес, қатты емес, сондай бір нәрсе, жылы нәрсе ғана табаныма сезілді. Сөйтіп мен табаным күйген жоқ. Енді тағы бір кісілер болды мен жанымда, ол кісілердің табаны күйіп қалыпты. Сонда мен сұрадым, неге сіздің табаныңыз күйді, сіз жасыл шөп деп айтпадыңыз ба десем, жоқ, мен ыстық шоқ деп айттым дейді. Ана көргеннен кейін жасыл шөпті ұмытып қалғандағын ыстық шоқ деп сөйтіп өткен. Сөйтіп есесін табаны күйіп қалған. Бұның бәрін не үшін айтып жатырмын? Бұның барлығы, яғни біз миымызды сендіретін болсақ, жаңағы шоқтың өзі жасыл шөп сияқты болады екен. Ол үшін не істейміз? Негізі мен өзім өмірде кез келген нәрсені, өзіме қатты қалайтын нәрсені параққа жазамын, және оны үнемі қайталап жүремін, және оны анандай немен жаңағы осы шақта, мысалы, әлі келген жоқ қосы, бірақ осы шақта осындай нәрсеге жеттім, Аллаға шүкір деген сияқты. И одан кейін ол жай ғана айту жеткіліксіз, жай ғана жазу жеткіліксіз, прям сол моментте өмір сүру керек та. Бізге жаңа техниканы 1 сағат дайындағанда сөйткен ғой, сол моментте өмір сүру керек. Мысалға, сіз айталық $200 осы күні табу керекпін, және осындай нәрсе төлеймін деген нәрсені ойлап қойсаңыз, сіз сол күні сіз төлеп жатқаныңызды кәдімгідей таптым, төледім деген бір эмоцияны сезінуіңіз керексіз да. Сол эмоцияны сезінген кезде ғана біз эмоция арқылы миды сендіре аламыз.